Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз қатынас ыдыстар. Бүгінгі сабақтың мақсаты қатынас ыдыстар дегеніміз не? Және қатынас ыдыстардың жұмыс істеу принципімен танысамыз. Күнделікті өмірде қатынас ыдыстарға мысал келтіре алатын боламыз. Қатынас ыдыстарға құйылған әртүрлі сұйықтың деңгейі не үшін әртүрлі болатыны түсінеміз. Су құбырыны жұмыс істеу принципімен танысатын боламыз. Қатынас ыдыстар деп өзара жалғасқан екі немесе одан да көп ыдыстар жиынтығын айтамыз. Әртүрлі пішіндегі ыдыстар да болады. Қатынас ыдыстарға күнделікте біз қолданатын шайниктер, су құйғыштар мысалға келтіре аламыз. Қатынас ыдыстардың қасиеттері: кез келген пішінді қатынас ыдыстардағы тыныш тұрған бір текті сұйықтың еркін беттері бір деңгейде болады. Суретте көріп тұрғанымыздай, бізде берілген қатынас ыдыс. Бұл қатынас ыдыстардың әрқайсының пішіндері әртүрлі. Бұның ішіне су құйған кезде құйылған сулардың деңгейі барлық ыдыста бірдей болады. Байқап тұрмыз, міне су құйдық, барлық жерде бірдей болып тұр. Қатынас ыдыстардың тағы бір қасиеті: не үшін сұйықтықтардың тепе-теңдік шарты орын алып тұр. Яғни бұл жерде қысымдары бір-біріне тең. Яғни сұйықтықтың бетіне түсірілетін қысым барлық жағдайда бірдей. Яғни бір сұйықтықтан ал құйылған кезде, құйылған жағдайда бұлардың тепе-теңдік шарты орын алады. Бұл жағдайда қысымдар да бір-біріне тең болады. Тағы бір мысалды келтірейік. Сұйықтарды қатынас ыдысқа сұйықтықты құйған кезде, оны еңкейткен кезде, оң жаққа немесе сол жаққа еңкейткенде, ең негізгі шарты сұйықтықтар барлық жағдайда бір деңгейде болады. Енді бірінші жағдайда біз тек қана бір сұйықтықты құйдық, суды құйдық деп айтайық. Енді екінші жағдайда осы қатынасымызға екі түрлі сұйықтықты құяйық: керосин мен суды. Бұл жағдайда біздің байқайтынымыз судың тығыздығы керосиннің тығыздығыдан әлдеқайда үлкен. Яғни су өзінің тығыздығы және оның салмағы да үлкен болады. Яғни түсіп отқан судың ауырлық күші керосинді жоғары қарай итереді. Сонда біраз уақыттан кейін бұлар сұйықтықтардың қалыпты бір деңгейге, биіктікке келгенде тоқтайды. Яғни қысымдары не істеді деген сөз? Теңесті. Қысымдары теңесті, бірақ сұйықтықтардың биіктіктері әртүрлі. Яғни қатынас ыдыстардағы әр текті сұйықтықтардың бағандары, биіктіктердің қатынасы олардың тығыздықтарының қатынасына кері пропорционал болады. Көріп тұрғанымыздай, тығыздығы көп сұйықтық құйылған жағында биіктігі төмен болады. Тығыздығы төмен жақта биіктігі биік болады. Қатынас ыдыстарды күнделікті өмірде
су бұрқақ немесе фонтандарда да пайдаланылады. Гидрометриялық шыныларда қолданылады. Шлюздерде пайдаланылады. Сонымен қатар шайниктерде пайдаланылады. Су мұнарасында пайдаланылады. Су мұнаралары үйлердің биіктігінен жоғары орналасады. Неге? Мысалға, мына шайникті қарастырайық, я? Егерде шайниктің мынау мұрны төмен орналасатын болса, немесе оның биіктігі шайниктігі биіктігінен төмен болатын болса, мынандай жерде біз суды құйған кезде, мынандай бір биіктікке келген кезде не істейді? Бұлар теңеседі. Бұндай шайникке су аз құйылады. Ал енді шайниктің мұрны жоғары орналасқан, яғни шайниктің мұрны шайниктің бетімен тең немесе одан биік болса, бұндай шайниктерге су көп құйылады. Яғни бұлардың биіктігі де теңескенше су құйылып тұрады, я? Яғни қатынас ыдыстарды осы жерден су барлық деңгейде, барлық тесінде бірдей болады. Ал енді неге жоғары жақта мұнарасы, су мұнарасы орналасады дейміз? Төменгі қабат, жоғарғы қабат, міне осылай қабаттарда су бару үшін, егерде бізде мына мұнарамыз мына төмен орналасқан болса, онда тек қана бірінші, екінші қабатқа ғана су келеді, ал жоғарғы қабаттарда су болмайды. Және бірінші, екінші қабатта судың қысымы аз болады. Сол үшін мұнараларды үймен тең немесе үйден жоғары биіктікте орналастырады. Ал енді балалар өздерің үйде шайниктерді, өзіміздің күнделікті шай құйып ішетін шайниктерімізді, әртүрлі шайниктерді алып, яғни әртүрлі болғанда олардың шүмектері әртүрлі орналасқан 1-2-3 шайникті алып, ішіне суды құйып, байқап көріңдер, қандай шайникке шүмегі биік жоғары орналасқан, немесе төмен орналасқан, қайсысы шайникке суды көп құюға болады екен. Осындай эксперимент, тәжірибе жасап көрсеңдер болады үйде. Балалар, осымен бүгінгі сабақта біз сұйықтықтардағы қысым тек қана сұйықтық бағана биіктігіне және оның тығыздығына тәуелді екенін байқадық. Және қатынас ыдыстардағы әр текті сұйық бағандарының биіктігі олардың тығыздықтарына кері пропорционал екенін анықтадық. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды, балалар. Сау болыңдар.